қарызын толығымен жауып, екінші қарыз болмайтындай қарызын байлыққа айналдырғысы келетұғын. Өзінің қазіргі табысын 5-10 есеге арттырғысы келетұғын. Қазіргі жұмыс орнынан басқа жаққа алмасқысы келетін болмаса, қызмет орнынан дәрежесі өскісі келетұғын. Өзінің отбасын бақытқа айналдырғысы келетұғын. Болмаса, менің осы бойымда осындай қасиеттер бар, соны қалай пайдаланам, қалай ашам, өзімнің бойымдағы таланттарымды қалай жарыққа көрсетемін деп жүрген кісілер үшін керемет мүмкіндіктер беремін, және нақты өзім жетелеймін, саналарыңыздағы бүкіл кедергілерден тазартамын, және нақты арманға қол жеткізудің 10000% техникаларын беремін. Арманға қол жеткізу үшін миды кішкене дұрыс жұмыс жасату керек, тазарту керек. Одан сырт әлемнің энергиясына төте қосылу керек. Әлемнің энергиясына қосылмаса, адамның миы шектеулі, санасымыз осы шектеулі өмірде ғана өмір сүреді, ал біздің ішіміздегі рухымыз ол әлеммен жалғасқан, ол мәңгі өлмейтін рух. Біздің рухымыз мәңгі өлмейді. Дәл осы өлмейтін рухымызбен жалғанған кезімізде біздің миымызбен біздің ортамызда бір кеңістік пайда болады. Дәл осы сәтте, осы кеңістікте тұрған кезімізде біздің қалауларымызды жұлып алуға болатын керемет мүмкіндіктер есік ашылады. Сіз нені армандайсыз, сол нәрсе өміріңізге өзі-ақ сізді іздеп келеді. Сіз оның артынан қуып шаршамайсыз. Ендеше дәл осындай кез келген арманыңызға қол жеткізуді қаласаңыз, мен сияқты бүкіл әлемді аралағыңыз келсе, жоғарғы деңгейдегі білімдерді игеріп, мен де осы халыққа пайдалы болсам, білім берсем, ұстаздығымды өрлетсем деген ойыңыз болса, ендеше менің міндетті түрде Дуйым парақшамның бірінші бетінде ұнған нөмірімді қосып, жекелікке хабарласыңыз. Бірақ есіңізде болсын, өсуге, дамуға шынайы ниетпен келіңіз, ешқашан құрғақ қиял болмасын.